қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық әшекейлері туралы айтатын боламын. Қазақтың ұлттық әшекейлері ол тек зергерлік бұйымдар ғана емес, бұл ұлттық мәдениет пен тарихтың маңызды бөлігі. Қазақ зергерлерінің зергерлік өнерінің негізгі бағыты әйелдер зергерлік бұйымдары. Олардың танымалдылығы әйелдердің зергерлік бұйымдарға деген сүйіспеншілігімен ғана емес, ұлттық әдет-ғұрыптармен байланысты екен бәрімізге мәлім. Зергерлер алтын мен күмістен әйелдер әшекей жасайды. Оларға қымбат тастардан, маржаннан көздер орнатқан қазақ әйелдерінің омырау әшекейлеріне тікбұрыш пішінді өңір жиек, доға тәзі, тұмарша немесе бойтұмар жатады. Қыздардың шаш ұшына байланатын әшекейі шолпы деп аталған. Зергерлер бұдан басқа да шаш салпыншағын, шашбауды, сондай-ақ білезік, жүзік, сырға, қапсырма, ілгек, сәукеле әшекей, шілтірді түйме мен түрлі түйреуіш жасаған. Өңіржиек кеудеге тағылатын әшекей зат. Дәстүрлі қазақ қоғамында өңіржиекті мереке күндері қыздар мойын омырауына сән ретінде таққан. Өңіржиек төртбұрышты немесе дөңес етіп жасалған бірнеше күміс тілікшеден тұрады. Олардың арасы қатар түскен бірнеше жіңішке шынжыр мен шығыршақ арқылы жалғасады. Тұмарша ою-өрнегі үшбұрыш болып келетін, тылсым күші бар әрі сұлулық үшін тағылатын әшекей. Әдетте тұмар тіл-көзден сақтау үшін тағылады. Шолпы қыздардың бұрымға тағатын әшекейі. Шолпының екі үзбелі етіп күмістен соққан. Күмістен әшекей үшбұрышты не төртбұрышты етіп жасалады. Ортасына асыл тас орнатылады. Төменгі жағына бірнеше салпыншақ тағылады. Дәстүрлі қазақ қоғамында шолпының көзді шолпы, қозалы шолпы, қоңыраулы шолпы, шынжырлы шолпы, қос үзбелі шолпы болып, маржанды шолпы болып бөлінеді. Шашбау қыз келіншектер шашына тағатын сәндік әшекей бұйым. Әйел шашын ажарына аша түсетін өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін алтын, күміс тиындар, кейде маржан қадалған бұйым таққан. Зерттеушілердің айтуынша, қазақ әйелдер шаштарына темір ақша тәрізді әшекейлер таққан. 18 ғасырларда жазылған Георгий жазбаларында әйелдер шаштарына кең көлемді, жылтыралған және әсемдетілген әшекей таққан. Білезік бәрімізге мәлім, білекке тағылатын әшекейлі сәнді бұйым. Білезік сөзі білек және жүзік, білек жүзік сәнін бірігуінен шыққан. Білезік қымбат металдардан жасалады. Білезіктің көлемі, пішіні, әшекей әр түрлі болады. Оған асыл тастардан көз орнатылады. Жүзік соғу, қалыптау, ширату, сәндеу арқылы жасалып, сәндік үшін саусаққа салынатын әшекейлі сақина. Жүзік сөзі жүз сөзінен шыққан деген дерек кездеседі. Жүзіктер құю не шекілу тәсілі арқылы дайындалған. Сырға қыз келіншектердің құлаққа тағатын сәндік әшекей бұйымы. Сырға тағу барлық елдің дәстүрінде бар деуге келеді, ал қазақ нақыштағы сырғадағы ою-өрнек бейнеленеді. Сондай-ақ ұзатылатын қызға алдымен сырға салу дәстүрі қазірге дейін жалғасып келеді. Қапсырма қамзол, кәжекей, кеудеше тәрізді әйелдердің сыртқы киімінің екі өңірін бір-біріне қауыстырып тұратын ою-өрнекті сіркелі асыл тасты асты ілгекті күміс әшекей. Оның астыңғы бетіне киімнің екі өңірін бір-біріне бекітетін ілгек орнатылады. Бүгінде жастарда ұлттық құндылықтарға жандары жақын. Елімізге келетін шетелдік меймандар да осындай қазақ дәстүрін білуге және өздеріне естелікке сатып алуға ынталы. Сондықтан ұлттық дара мәдениетімізді ұлықтайық, өзіміздің ұлттық әшекейлерімізді әрдайым қолданыста, күнделікті өмірде қолданып, тағып жүрейік. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, менімен бірге әрқашан болуларыңызды ұсынамын. Рахмет.